өзіңді аурумын деп айтпа. Менің әжем былай дейді. Өзіңді аурумын деп айтпа. Негізі нағыз ауырсан да, өзіңді сауығып келе жатырмын деп айт. Сөздердің күші бар. Басында мен түсінбедім, сөздер қалай әсер ете алады деп. Бірақ ол күлімсіреп былай деді. Денең сенің ойың қайталап айтатын нәрсені тыңдайды. Мен ауырып жатырмын десең, денең сенің сөздеріне сенеді. Мен сауығып келе жатырмын десем, денең саған бірге жұмыс істей бастайды. Дәл денең сияқты ойың да тыңдайды. Күн сайын көретін және еститін нәрселерің сені қалыптастырады. Ғылым қазір оны плацебо эффекті деп атайды. Сенімің шынайы биологиялық сауығуды бастауға қабілетті. Ежелгі даналық ғылым дәлелденгенге дейін бұл туралы білетін. Тіл бұл дән, сен сөйлейтін нәрсе өседі. Сондықтан келесі жолы көңілің түскенде ауру екеніңді айтпа. Сауығып келе жатқанын айт, күшті екеніңді айт. Сөздерің күшті, сауықтыру мен ауырмау сенің сөздеріңнен басталады. Басты байлық денсаулық. Бай, қуатты болыңыздар.